құрметті біздің оқырмандар, бүгінгі жастар алаңында қонақта бізде Томирис. Қош келдің, Томирис. Қош көрдік. Сұрағымызды бастай берейік. Дайынсың ба? Әрине. Сен кімсің, қайда барасың? Есімім Томирис. Мұғаліммін. Қайда бара жатырсың? Кәдімгі ойландыратындай сұрақ. Сен кімсің? Есімнен бөлек не айтуға болады? Белгілі бір мақсат, ол шәкірт тәрбиелеу, шәкіртпен бірге өзіңді тәрбиелеу. Сондай бір ұлы жолға шықтым деп ойлаймын. Бірақ қайда баратынымды мен әлі білмеймін. Жұмыстан шаршағанда қалай демаласың? Музыканы бақыртып қоямын, жаңа классика, өлең оқимын. Сөйтіп өз-өзіңе демаласың. Біз біле білмейтін, енді біз сендермен енді жастар көшбасшысы, белсендісі ретінде жақсы жұмыс жасаймыз, араласып білемін. Енді біздің оқырмандар біле бермейтін қандай қырларың бар? Бір құпия адаммын деп айта алмаймын. Сол қалай барын, сіздер қалай танисыздар, солай бір жасырын талантым да жоқ. Әлеуметтік желіде қандаймын, көп та кірмеймін ғой негізі. Әлеуметтік желі дедің. Әлеуметтік желіні жақсы қолданатыныңды білеміз. Қанша оқырман бар? Инстаграм ба? Инстаграм. Тиктокта. Мың көрген секілді. Тиктокта. Тиктокта сол шамасы 620. Жалпы Мен андай крупный немен айналысамын. Просто для себя. Алдағы уақытта мүмкін блог түсіріп, шамалы көрсету. неге мысалға шешендік бар, мысалы сөзден Ұят деген нәрсе. Қалай көрсетсем өзімді. Мен олар қалай қабылдайды. Мен сосын жұрттың сөзіне көберемін десем. Жұрт бірдеңе айтса, бірсін айтса, мен так деп тоқтап қаламын. Бірақ сол ойлармен жұмыс жасап жатырмын. Осы жаз бойы жұмыс жасап жатырмын. Мүмкін қыркүйекте жарық етіп шығып, мүмкін көп подписчик жинап, бірақ танымалдылыққа немеспін. құмар емеспін. Кім сені үнемі қуантады? Отбасың, достарың ба? Әкесі? Болмаса бір құпия жоқ. Жоқ. Ондайдан жоқ. Өзімді өзім қуантамын. Отбасының бәрі жылулық сыйлайды ғой, әрине. Қуанасың олардың амандығына, достарыңа, менің әріптестерім қандай керемет адамдар, олардың барлығы мені қуантады әрине. Бірақ дәл осындай ортаға, дәл осындай жерге өз-өзімді сүйреп, өз-өзімді қуантудың арқасында келдім деп ойлаймын. Негізі көбіне жаңа қыз балалар әкесіне жақын болады дейді ғой. Сен кімнің қызысың? Әкең немесе анаң? Кімге көбірек жақынсың? Мына сұхбаттан кейін екі ортада қалайын деп тұрмын. Жоқ, әкемнің қызымын ғой. Әкемнің өзінің жекеменшік қызымын. Мүмкін содан болады. Мінезім көтеретін адам көтереді. Қатты қуанған кезінде не істейсің? Эмоцияңды басқара аласың? Эмоция қуанған кезде басқарамын, ашуланған кезде басқара алмаймын. Неге? Білмеймін, қуанышымды көп көрсетуге, бір жетістіктерді көп көрсетуге шамалы жасқанып қаламын, бірақ ашуымды міндетті көрсетемін. Керісінше жасаса қалай болады? Мысалға ашуды басқарып, қуанышты жасырмай көрсетсең. Қуанышты көбісі бөлісе алмай қалады. Қуанышты көп адам бөлісе алмай қалады. Бұл өзімнің ішімде қала берсін. Ал ашулануды мүмкін басқаларға біреуге қуаныш сыйлайды, оның қуанышы маған бөлекше энергия береді. Бірақ енді ашуымды ұстай алмаймын дегенде қалай? Мен көп ашулана да бермейтін адаммын. Жеке граница өтіп баратқан кезде қатты не істеп қаламын. Томирис десең Томирис. Ұйқыға ерте жатасың ба? Қанша сағат ұйықтайсың? Жұмыстың кезінде нақты 6 сағат. Отпускте 12 сағат десең. 2 есе ұйықтаймын. Сені өз ортаңда әріптестерінің деп айтайын, не ерекшелендіреді? Басқа адамдардан өзіңді не ерекшелендіреді? Достарының арасында, қоғамда. Душа компания дейді ғой, өзімді солай есептеймін. Менің қалауымнан тыс болып кететін жағдайлар бар. Мысалы, мен қаламасам да, мен ол бір қонаққа вечер болады ғой, сол кезде мен өзім қаламай барсам да, сол ортаны мен сол барған кезде бәрін андай. Маған ұнамайды да, достардың арасында мен өте еркін. Ол енді сенде ерекшелік болып тұр ғой. Мүмкін
энергия Бұл сұрақты босталып па? энергия көп бірақ қай жұмсарын білмеймін, сол ерекшеленіп жатқан шығар. Осы бір аптаның ішінде өткен ең өзің естіген жағымды болмаса қызықты жаңалық қандай болды? Мен сыртымнан көбірек қолдайтын адам бар екен. Адамдар. Тәңірісіне керек. Сол өзі маған бөлінген емес, бірақ мен сыртымнан қолдаймын. Қызық. Маған да қызық болды. Маған да қызық. Оны қалай білген қызық болып отыр маған да. Шешімді тез қабылдайсың ба? Өте тез, өте. Қазір оған тұрып кетемін десем, басқа жаққа барамын, қабылдай салып кете беремін. Ол енді жаңа айттың ғой, ашудағы эмоцияны басқара бермеймін. Ол соған байланысты. Жоқ. Оған эмоцияға байланысты емес. Салқын. Ашу үстінде адам нені? Жоқ, ол кезде ашуланған кезде. Шешім тез қабылдайды дейді ғой. Артық сөйлеп қою мүмкін, бірақ шешім қабылдамаймын. Ашуланған кезде. Ал былай тез шешім қабылдайсың ба деймін, ситуацияға байланысты қабылдай бересің. Так, мен бүйтуім керек. Жоспарлы түрде жүрмін көп жағдайда. Ол енді шешімге өкінген кезде болды ма? Жоқ. Себебі мен өзімнің ішкі даусыма сенемін. Ішкі даусым мен ешқашан жерге қалған емес, жерге қаратқан емес. Осы бір жылдың ішінде көп адам жете бермейтін. Бірден айтайын, көлік міндің. Ол өзіңнің еңбегіңнің жемісі болмаса сыйлық па? Кәдімге қызық деп. Иә, сол қызық біздің оған. Мен осы уақытқа дейін ештеңе істемедім деп айта алмаймын ғой. Енді қазір мысалы замандағы студент кезде де жұмыс істеп жүріп табуға болады. Көп өте андай жұмыт адаммын деп па, өзім жинадым. Жинағым жетпегенін ата-анам қосып әкеліп алдым. Себебі менде белгілі бір нақты бір мақсат болды. Мен қалайда көлік мінуім керек. Себебі енді болады ғой, әрбір адам сондай нәрселерге мен қызығушылығым, нақты бір точно ала аламын мен деп өз-өзіме сенуім не істеп жүрмін. Бірақ мен айттым ғой жаңа, өзімді қатты жақсы көремін деп. Мен өзімнің ішкі қалауым. Сол мақсатты орындауға, сол мақсаттың туындауына не түрткі болды? Көлік аламын деген ба? Иә. Жалпы негізі қызғанады кету дейді ғой. Машина алу емес. Машина алып кету шығар деп. Так, былай ғой. Мен енді белгілі бір кетейін деген ойым болмағаннан кейін жолмұрат жету дейді ғой. Сол жолда жеткізетін бір құралым болу керек деп ойладым. Мойындай салайын енді. Для понты. Мен өзім жақсы көремін. Өзіме назар аударғанды. Ал өзіме назар аудару үшін мен қанша миллион, қанша ақша кетесімді арттырып кететін сияқты. Өзіңді болмаса машинаны қайсысын жақсы көресің? Өзімді жақсы көресің. Менде машина болмайды ғой. Адамға көңілің қалса, бір адамға қатты ренжісең, не істейсің? Қатты ренжісің? Иә. Кешірім етесің. Кешірімшіл емеспін, сөйлеспей кету емес. Бұндай ғой. Мен құрдастарым біледі ғой негізі. Адам бетіне қарамаймын, даже бір компанияда отырсақ та қарамаймын, егер көңілім қалып ренжіген болса. Ол енді контактіге түспеймін ол адаммен. Қарапайымдылықтан былай өтіп кетуіміз бе? Типа тәкаппарлар деп айтқыңыз келіп тұр ма? Жоқ. Ол жеке шекараны құрметтеу. Мен артық адамдарға көңілің қалса, артық адамдарға энергия құтқармаймын. Энергия ол ақша, мен ақшаны азайға аламын, сол үшін энергиямды сақтаймын. Сенің ойыңша жетістікке жету, жаңағыдай өзің айтып отырсың, мен машина алуымда мақсат тұттым, соған жеттім. Бұл қаншалықты оңай? Немесе қаншалықты қиын? Өзің бір мақсат қойып, Құдайға тапсыру керек. Құдайға тапсырдым. Болса болады, болмаса болмайды. Бірақ әрекетті тоқтатпау керек. Әрекет ету керек. Тоқтамау керек. Өзіңді сыйласаң,
өзіңнің мақсатыңды да сыйлау. Өзіңді жақсы көрсең, өзіңді сыйла. Өзіңді сыйлаған кезде сені бәрі сыйлайды. Тіпті енді Құдайдың бір несі, адамға теңемейміз ғой, бірақ сонда да Құдай да сыйлайды да. Сенің мақсатыңды, арманыңды өзіңді сыйлайсың. Сені жеткізу үшін сенің алдыңнан кез келген бір жолды көрсетесің. Кез келген қақпаны ашып бересің. Егер өзіңді сыйлап, мақсатыңды сыйласаң, мақсатқа жету оңай емес. Бірақ жеткен кезде бәрібір оңай сияқты көрінеді. Мен істей алдым. Сіз бұны қойып келесі екінші сауалға дейсің. Не екінші сауал? Әртүрлі адам болады ғой енді оқырмандардың ішінде мысалға бізді көріп тұрған оқырмандар болса, олардың кейбір адамдар болады да, жасағысы келеді, мысалға осы кім сияқты болсам екен, мен де осындай жастардың көшбасшысына осы қызметте мен де істесем екен деген сияқты. Бірақ бір көп жастарда бар қазір жалқаулық па, ол білмеймін енді. Ондай қазір көріп отырған оқырмандар болмаса, жалпы жастарға қандай кеңес бересіз? Бәрі оңай деп ойлаймын. Өз-өзін осылай қимайды. Жастардың алды болуға, осы қоғамның қатарындағы көшбасшы лидер болуға қандай кеңес бересіз? Мен деген белгілі бір осы жерде істесем екен деген ойлар болмайды менде. Мен кәдімгідей, мен просто тупо мен барып отырып, просто жай ғана барып қарап кетемін деп ойлаған күннің өзінде маған белгілі жаңа айттым ғой, тосыннан бір энергиялар келеді. Айта салам, ішімдегі жасырмай айта салам, қорықпау, сенімділік керек. Белгілі бір жастарға айтарым, сенімді болыңыздар өздеріңізге. Бекерден бекер жүрген жоқпыз ғой, өмір сүріп. Мен түсінгенім бір мақсатқа жету жолында әрекет ету керек. Даже мақсат қоймасаң да әрекет ете берші. Мақсат өзінен өзі туа береді, туындай береді. Қорықпа, жүре бер, баса бер. Сол сөйтіп ақылайтатын шығармын, бірақ мен бір керемет бәрін көріп тұрған емеспін ғой. Көреміз енді болғанын. Бізде енді соңғы дәстүрлі сұрақ, сізден бізге жастар орталығының ұсыныс, керемет ұсыныс. Біз осы білім саласындағы жастармен неге барып қайттық қой? Түркістанға сапар. Сол жерде белгілі жаңағыдай адамдармен, өз бір толқындағы жастармен барып келген кезде көп энергия, көп жұмысқа деген талпыныс алдық. Ал енді білім саласынан бөлек қаншама жастар бар, жалғызда. Сол жастардың басын қосып, мен Түркістан демей ақ қояйын, бірақ бір саяхат жасап қойып, ұйымдастырып соны. Мүмкін өз қалтамыздан, мүмкін мемлекет көмектесер, жастар орталығы көмектесер. Бірақ сол жастардың басын біріктіріп, кәдімгі бір толқындағы жастарды жаңағыдай достастырып, осы ауданымыздың көркеюіне, ауданымыздағы әртүрлі саладағы қызметтің жандануына әрқайсымыздың бір үлесіміз болғанын қалаймын. Бізде енді бұл ұсынысты тастаған адамның өзімен бірге жүзеге асырылады. Мен сен енді айырылмаймыз, осы ұсынысты енді әрі қарай жандандырамыз. Биыл болады шығар, жүзеге асырайық. Қазанда. Сен мақсатқа жететін адамсың. Қазанда асырып қойып. Қазанда неге қазан? Қыркүйек мен үшін бір өте қарбалас ай болады. Қазанда таба алмай қалдық. Жоқ, қазанда мен кішкене расслабон ұстап, қыркүйекте шаруаларым бітіріп болып, сондай период болатын мен сезем. Қазанда Томириспен бірге, Томиристің хотя бы Қабанбұлаққа шыққысы келетін жастардың құлағына алтынсарға бізбен бірге саяхат, өте көңілді саяхат. Көп өкінбейсіңдер. Көп рахмет, Томирис, уақытыңды бөліп біздің осындай подкастқа келіп әдемі сұхбат жүргізгеніңе рахмет. Сәттілік тілеймін. Рахмет. Еңбек демалысың әрі қарай қызықты жалғаса берсін. Мақсаттарыңа жете бер. Бұйырса, рахмет, көп сіздердің шақырғандарыңызға, әдемі сұхбат болды.